Азамат Алдабергенқызы Қостанай педагогикалық колледжінің филология кафедрасының оқытушысымын. Елімізде төтенше жағдайлар жарияланғалы, студенттерді қашықтықтан оқытамыз. Ақпараттық технологиялардың көмегімен студенттерге қажетті ақпарат беремін. Ағайын, қазақта төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді деген ұлы сөз бар. Осындай қиыншылық кезеңде үйде отырып сабырлық танытайық. Өзіміздің және өз жақындарымыздың өмірін қатерге тікпейік. Баршаңызды үйден шықпай, өмір сынағын жеңе білуге шақырамын. Здравствуйте, я Буртулева Зоя Александровна, методист кафедры педагогики и психологии Кустанайского педагогического колледжа. В настоящее время, учитывая все мероприятия по предупреждению распространения пандемии, занятия по учебной практике провожу в режиме онлайн. Студентам отправляются конспекты с теоретическим материалом, предлагаются практические задания, предлагаются ссылки на видеоуроки мастеров, новаторов, предлагаются им задания для конструирования, для аудиозаписи, видеозаписи. И выполнив их, студенты отправляют мне задания для проверки и получения рекомендаций для совершенствования своих педагогических компетенций. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты сабағымызды онлайн түрінде өткізудеміз. Алдыңғы сабақтарда айтып жүрмін ғой мен, осы жерден жақсы бір жұмсақ дыбыстар шығады. Енді мысалы жаңағы саға барған кезінде сәл дыбысты көтеріп жаңағы шарықтау шегі келген кезінде